қалайық. Кешегі Ұлы Отан соғысының келіне қазір 75 жыл болып отыр. Ұлы Отан соғысы кезінде бірінші Украина майданында болдым. 1942 жылы армияға алынып, Самарқандқа, Өзбектің Самарқанд қаласында кіші командирлер дайындайтын курсыда оқыдым. Содан 42 жылдың елінде майданға аттандым. 42 жылдың ел айының кезінде Украинаға апарды. 43 жылы сол жерде майданда соғыста болдым. 43 жылы 22 август күні Украинаның Харков қаласын неміс фашистерінен босаттық. Сол жылы ноябрьдің 5 күні Киев қаласын босаттық. Содан кейін Львов қаласы дейтін қаласы бар екен, оны босаттық. Польшаның соғысына қатыстым. Эстония, Латвия Республикасының соғысына қатыстым. Балтық теңізіменен бізде пароходпен Елі дейтін өзеннен өттік. 6 май күні 1945 жылы Берлин қаласын алдық. Мұнан бұлай ешқандай соғыс болмасын, ешқандай халық қиыншылық көрмесін, бәрі жақсы болсын.